Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тауық етінен жасалған тамырсап көрсететін боламын. Жанына гарнирге сары макаронды қалай жасау керектігін көрсетемін. Және де джаджик деп аталатын түрік тұздығын жасауды көрсетемін. Бұл тұздықты көбінесе майлы және етпен тамақтардың жанына ұсынады. Кейде сорпаның орнына да ішеді. Видеомды соңына дейін қарап, бағалап және каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер. 1 келі тауыққа 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, 2 шай қасық орегано, 1 үлкен қасық лимон суы және сарымсақ қосамыз. Және де 4 үлкен қасық сұйық май қосып жақсылап араластырамыз. Егер орегано болмаса, оның орнына қалаған дәмдеушіңізді қоссаңыз болады. Құрғатылған укроп қоссаңыз да болады. Араластырғаннан кейін пісіре берсек те болады, бірақ егер уақытыңыз болса, 1-2 сағат тоңазытқышқа қойып қойсаңыз болады маринадтап. Тауығымызды жақсылап араластырғаннан кейін үстін жауып, 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Келесі макаронды пісіріп бастаймыз. Ол үшін қайнаған суға 1 шай қасық тұз қосып, макаронымызды қосамыз. Мен жарты пакет қолдандым. Сіз қанша кісіге пісіресіз, соған байланысты мөлшерін белгілейсіз. Одан кейін үстіне 1 шай қасық куркума қосып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып пісіреміз. Макаронымыз піскенше тауықты пісіріп бастаймыз. Ол үшін бір таваны қыздырып, тауық етін салып, қуырып бастаймыз. Тавамызға май құюдың қажеті жоқ, себебі тауықты маринадтаған кезде май қосқан болатынбыз. Тауықты жақсылап қуырамыз. Қуырып алдық. Енді үстіне арнайы тағамдарға арналған крем қосамыз. Мен жарты пакет қолдандым. 1 пакет қоссаңыз да болады. Қанша кісіге пісіресіз, соған байланысты мөлшерін сіз өзіңіз белгілейсіз. Қақпағын жауып 5 минут пісіреміз. Піскеннен кейін үстіне 3 ас қасық үккіштен өткізілген сыр себеміз. Пешімізді өшірсек те болады. Қақпағын жауып, сырымыз ерігенше ұстаймыз. Сырымызда еріген болса, осымен біздің тауығымыз ұсынуға дайын. Дәмі өте ерекше болып шығады. Жасауға кеңес беремін. Келесі біз макаронымыз піскен болса, суын төгеміз. Бұнымен біздің макаронымыз әлі дайын емес. Bir табаны қыздырып, 2 ас қасық сары май ерітіп, макаронымызды біраз қуырып аламыз. Макаронды көп қуырудың қажеті жоқ. Бір-біріне жабысқақ болмас үшін бір араластырып, бір қуырып аламыз. Одан кейін астын өшіре берсек болады. Қалауыңыз бойынша үстіне қалған дәмдеуштеріңізді қоссаңыз болады. Мен 1 тұтам орегано және 1 тұтам тұз қостым. Осымен біздің макарон дайын. Келесі біз джаджик жасап бастаймыз. Түркияда осындай йогурт сатылады. Тәтті емес, айранның біраз ғана қоюы, содан 1 стакан қолданамыз. Және жарты стакан су, суық су. 1 кішкентай қиярды төртбұрыштап турап саламыз, ұсақтап турап. 1 тұтам укроп және 1 сарымсақ, қалауыңыз бойынша тұз қосамыз. Және жақсылап араластырамыз. Түркияда джаджикті өте жақсы көреді. Майлы және етпен тамақтардың жанына беріледі көбінесе. Сорпаның орнына да ішіледі кейде. Және денсаулыққа да пайдалы. Үстіне қалауымыз бойынша жалбыз қоссақ болады. 1 тұтам. Жалбыз дегеніміз мята. Түркияда тамақтарға, соустарға көп қосылады. Құрғатылған мята.
Осымен бүгінгі біздің тамағымыз дайын. Тауығымыз өте дәмді, макаронымыз түсімен ерекше, жар-жегіміз денсаулыққа өте пайдалы. Сіздермен өте ерекше рецепттермен бөлісуге тырысып жатырмын. Менің рецептіммен жасайтын болсаңыз және видеом ұнап жатса, төменге пікірлеріңізді қалдырып, каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіздер.